Жаңадан шыққан GTR X70 Plus бағасы 14.490. Енді бұның қазір комплектациясын көреміз. Бұл полный комплектация. Мынаны кіресің, есікті ашасың. Есікті ашқан кезде мына қарас. Подсветка бәрі жанады. Мына жерде де подсветка жанып тұр. GTR-да. Мына жерде де подсветка жанып тұр. Hoş meni qarаңыздар. Сіздер 14,5 миллион машинасында не көресіздер? Бұның ішінде барлық нәрсе бар. Например, мына жаңағы сиденье алдыға артқа жылжитыны бар. 3 память несі бар, подогревы бар, обдувы бар. Сосын мына полностью бәрі электрический, руль электрический, коробкасы робот, 7 ступка, объем 1,6, 197 аттың күші бар. В общем, мына ана астында беспроводной зарядкасы бар, тоже жанып тұр. В общем, мына ішінде бәрі жанып. И еще бұда бір жақсы жері, мысалы шаң-паң жерден жүрген кезде бұда очиститель воздуха бар екен. Короче, салонның ішін бәрін очиститель воздух жібереді ғой. Енді бұны қазір көреміз. Мына оталдырым GTR деп шығады. Жанат приветствиесі мынау. Мына жердің бәрі жаңағы климат, 3 зона климат контролі бар. Полностью. В общем, бәрі жанат. Мынаның бәрі алдыға артқа жылжиды. Сосын жаңағы несі бар, слепой зонасы бар. Екеуінде де. Сосын несі бар, дидиктроник дейма, алдында кеп баратқан кезде резко торможениесін соның бәрін істейді. Кондер неяқта енді адский ғой, жақсы істейді. 3 несі бар мұны. Спорт, эконом и норма. Аяғын асты бәрі жанып тұрады. Мына жер жанып тұрады. Сиденьясын ашып жатасың. Мына жерде детский бар. Кетіп қалсаң өзі жабылады. Кілт қалтаңда болады. Өзі жабылады. Келдің ба, ашылады. Мынасы бар. Міне. Аяқпен тұртсаң өзі ашылады. Мына жаңағы сиденьясы, артқы сиденьелері. Детский. Еще бұл көтерсең де болады, жақсың да болады. Мына жерде мына жаңағы освежитель воздух мына жерден тұрып тұрады. В общем, одан артық не керек? Ач. 14,5 миллионға басқа не керек? Санта Фенің размері. Енді Санта Феден сәл-ақ кішкентай. Так міне. Кел. Алдың қарасы қылды. В общем, осы.